Ассаламу алейкум, еліміздің бастарынасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар. Студияда мен Бауыржан Бақытбекұлы және сурдо аудармашы Самалжан Темір. Биыл Қазақстан 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам ұлт жоспарының негізгі кезеңін іске асыруды бастады. Осы мақсатта жаңа құқықтық орта қалыптастыратын 59 заң күшіне енді. Олар біздің қазақстандық арманымыз. 21 ғасырда көшбасшы 30 ұлттың бірі болуға қол жеткізуімізге заңнамалық негіз болады. Ұлт жоспары жаңа қазақстандық арманға жетудің амалы. Бұл реформалар Қазақстанды, оның экономикасын, мемлекет пен қоғамды өзгертетін тарихи міндеттер кешенін шешуге даңғыл жол салады. Бастамалардың барлығы аса дамыған мемлекеттерді біріктіретін экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының стандарттарына сәйкес бекітілген. Ілкімді істерді іске асыру нәтижесінде экономикалық өсім мен барлық қазақстандықтардың өмірін жақсарту үшін жаңа лайықты жағдайлар қалыптасады. Осының негізінде Қазақстан қазіргіден де серпінді, сенімді және дәулетті елге айналады. Елбасы ұлт жоспары Қазақстандық арманға бастайтын жол мақаласында ғылымды коммерциялау мәселесіне ерекше тоқталды. Отандық ғылыми жобаларды қаржыландыруға мемлекеттен бөлек бизнес құрылымдарда мүдделі болу керектігін айтты. Бұл пікірді ғалымдар да қуаттап отыр. Техника ғылымдарының докторы Әбдірасул Жарменовтың айтуынша, өндіріс ғылымға иек артқан жағдайда ғана табыс еселенеді. Біздің мекеменің жасаған технологиялары бойынша қазір дүние жүзінде жылына 2,5 миллиард долларға өнім шығарылып жатыр. Оның ішінде 900 миллион долларға жақын Қазақстанның ішінде. Біздің Қазақстанның барлық ірі майда өндірістік кәсіпорындарда тау-кен бағыты бойынша істеп жатқан біздің технологиялар енгізілген. Олардың бәрімен де біз өте тығыз байланыста жұмыс істеп жүрміз. Сондықтан біз бұл тапсырманы ары қарай жүргізуге, орындауға ең бір дайын кәсіпорындардың біріміз деп саналамыз. Елбасы мақаласы ел ішінде ғана емес, сырт мемлекеттерде де талай талқыға тамызық болып жатыр. Әсіресе америкалық сарапшылардың қызығушылығы ерекше. Вашингтондағы халықаралық қатынас консалтингтік компаниясының басқарма төрағасы Адам Джонсон Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамалары әркез нақтылығымен ерекшеленеді дейді. Ол мақалада кәсіби мемлекет, дамыған құқықтық жүйе және озық экономика қалыптастыруға қажетті барлық алғышарттар қарастырылғандығын айтады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған 5 институционалдық реформа мен 100 нақты қадамның бұл жолғы ұлт жоспарын жүзеге асырудың құрамдас бөлігі екендігі анық сезіліп тұр. Мұның бәрі мемлекетті алға бастаудың прагматикалық әрі шынайы құралы. Бұл жолда парламенттің алда 59 заңды қабылдайтыны нақты іс барысын көрсетсе керекті. Президент мақаласында әсіресе әлеуметке баса назар аударылған. Сондай-ақ транспарентті, әділ заң жүйесін қалыптастыру, азаматтық қоғамды дамыту және ұлттық бизнесті әлемдік экономикамен етене байланыстыру жағы маған ерекше әсер қалдырды. ақш бастаған терроризмге қарсы коалицияның шабуылдары өз нәтижесін бере бастады. Әуе соққыларының нәтижесінде Сириядағы содырлардың мұнайдан түсетін табысы 30%-ға төмендеген. Бұл туралы Пентагон өкілі Стив Уоррен мәлімдеді. Жүйелі жүргізілген әскери операциялар арқылы террористік топтардың бірнеше маңызды нысаны жойылып, 2,5 мыңға тарта содырдың көз жойылған. Олардың ішінде Ирак және Левант лаңкестік ұйымының 10 жетекшісі де бар көрінеді. Бүгін мұнай бағасы қайта құлдырады. Бір баррелі $33 төмендеп кеткен. Лондон биржасында Brent маркалы қара алтын 4% арзандап, $32,86 дейін арзандады. Бұл 2004 жылдан бергі ең төменгі көрсеткіш. Бұл жағдайға ақштағы мұнай қорының артуы әсер етіп отыр. Сарапшылар атаған тағы бір себеп юаньнің әлсіреуі мен Қытайдағы қор нарығының 7%-ға құлдырауы. Қазір қытайлық бірнеше биржа өз жұмысын тоқтатуға мәжбүр болған. Мамандардың болжауынша алдағы 10 күнде мұнай бағасы барреліне $30 дейін түсуі ықтимал. Бельгияда темір жолшылар ереуілге шықты. Наразылық акциясына ел билігінің қатаң үнемдеу шаралары түрткі болған. Темір жолшылар үкіметтің бұл қадамы мыңдаған жұмыс орындарының қысқаруына әкеледі деп алаңдаулы. Бельгиялық темір жол корпорациясының есебінше ел бойынша қазір пойыздардың 40% ғана жүріп тұр. Соңғы 2 тәулікте бірқатар тасымалдаушылар жұмысын уақытша тоқтатқан. Осыған байланысты жолаушылардың қозғалысы қиындады. Әсіресе қыстық емтихан тапсырып жатқан студенттер межелі жеріне жете алмай қиналып жатыр.
Tegen de veiligheid. Әсіресе таңертең Фландрияда көптеген пойыздар тоқтап тұрды. Антверпен мен Брюссель бағытында қатынайтын пойыздардың тек 5-тен бірі ғана жүрді. Кейіннен түс кезінде Шарлеруа бағытында тағы бір теміржол желісі іске қосылып, жағдайды сәлде болса реттеді. Өскемендегі Согра жылу электр орталығына 80 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Мекеме экологиялық қауіпсіздікті өрескел бұзған. Тиісті органдарға құбырлардан шығатын зиянды қалдықтарды қоршаған ортаға таратпай ұстап қалатын заманауи қондырғыны орнаттық деп жалған ақпар берген. Іс жүзінде құрылғы талапқа сай болмай шыққан. Салдарынан орталық ауаға белгіленген мөлшерден 5 есе көп мөлшерде күкірт бөлген. Осы заңсыз әрекет үшін жаңағы кәсіпорын прокуратураның қаулысымен жауапкершілікке тартылды. Заң бұзған үшін 81 миллион теңге көлемінде айыппұлға тартылып, соның 20%-ын бүгінгі күні кәсіпорын бюджеттің кірісіне төлеп берді. Қыстың көзі қырауда Сырдария арнасынан асты. Қызылорда облысының Қазалы ауданының тұсында өзен деңгейі көтеріліп, 300 гектар егіндік жерге су жайылған. Бұл туралы Арал Сырдария бассейндік су шаруашылығы инспекциясының басшысы Әділхан Қарлыханов мәлімдеді. Өзен суының көтеріліп, ернеуінен асуына дария иіндерінде мұздақтардың кептелуі себеп болған. Жалпы аймақта ауа райы бір жылынып, бір суытып тұр. Сондықтан өзен беті толық қатып үлгерген жоқ. Ал Сырдария мен Арал аудандарының тұсында сең қозғалуда. Оның үстіне Шардара су қоймасынан төмен қарай секундына 900 текше метр су тасталып жатыр. Мол судың 300 текше метрі Көксарай су реттегішіне қойылып, қалғаны облыс аумағынан өтуде. Мамандардың айтуынша Тоқтағұл қоймасына жиналған судың көлемі былтырға қарағанда 2 миллиард текше метрге, ал Шардарада 200 миллион текше метрге көп. Бүгінгі таңда сол жаңағы дариядағы қорғаныс бөгеттерін алып кеткен жерлердің барлығын қазір қайтадан қалыпқа келтіріп жатыр. Судың қатуы сыртқы ауаның температурына байланысты, яғни минус 15 градус болатын болса, судың ауа райының суықтығы. Сол кезде мұз қатады. Қазіргі таңда болжам бойынша да беріп тұтқан жаңағы бағдарлама бойынша гидрометр бюроның ондай суық салқындық қазір жоқ. Қызылорда облысы аумағындағы осы 7 аудан және қала төңірегінен өтетін осы Сырдария өзенінің жағалауында жалпы 71 учаскеге бөлініп, жергілікті атқарушы органдардың тарапынан мекемелері және арнайы техникалармен және жүк тасымалдағыш техникалар және адамдар арнайы бекітілген. Күнделікті егер су қаупі болған жағдайда дер кезінде хабардар ету және жою уақытында шұғыл әрекет ету бағытында ұйымдастырылған. Соңғы 2 аптада оңтүстік Қазақстан облысы аумағында қарақшылық шабуыл жасаған 4 бірдей қылмыстың ізі суымай ашылды. Түркістанда түнделетіп беттерін тұмшалаған 4 адам жергілікті тұрғынның үйіне баса көктеп кіріп келген. Күш қолданып және қарумен қорқытып, ақшасын, зергерлік бұйымдары мен ұялы телефонын алып кеткен. Қазір күдіктілер ұсталды, кінәләрін толық мойындап отыр. Олардың өзге қылмысқа да қатысы бар екендігі анықталған. Сондай-ақ Түлкібас ауданында букмекерлік кеңсеге шабуыл жасалып, 200 мың теңге қолды болған. Көп ұзамай 2 күдікті ұсталды. Ал Шымкентте 61 жастағы әйелді пышақпен жарақаттап, ақшасын алып кеткен қылмыскер алысқа ұзамады. Сарыағаш ауданында жолда келе жатқан көлікке қарақшылық жасап, 5 миллион теңге мен бағалы заттарын тартып алғандар да тез арада құқық қорғаушылардың қолына түсті. Шұғыл іздестіру шараларын жүргізу барысында Сарыағаш аудандық ішкі істер басқармасының криминалдық полиция қызметкерлерімен шабуыл жасаған қарақшы топ құрықталды. Олар 3 азаматтан тұрады. Барлығы Сарыағаш ауданының тұрғындары, жас жігіттер. Қазір олар абақтыға қамалған. Шұғыл тергеу іс-әрекеттері жүргізіліп жатыр. Оралда аула клубтар арасында бендиден жарысы өтіп жатыр. Бұл спорттық шара жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Мақсат бұқаралық спортты дамытып, жас ұрпақты салауатты өмір салтына баулу. Ұйымдастырушылардың айтуынша жылма-жыл қатысуға ниет білдірушілердің қатары көбейіп келеді. Айта кетейік, қазір қалада мұз спорт сарайымен қоса 15 шақты ашық мұз айдыны бар. Дені тұрғын үйлердің ауласы мен туристік базаларда және саябақтарда орналасқан. Әзірге айтарымыз осы, қорытынды жаңалықтарымыз 20:00-де.